Қайырлы күн достар, сіздермен Айгерім. Бүгін мен сіздерге ең керемет бомба салаттың рецептін ұсынамын. Ең алдымен мен каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Менімен соңына дейін бірге болыңыздар. Салатты міндетті түрде жасап көріңіздер, себебі қонақ келгенде жасасаңыз ештеңе қалмайтын болады. Және де күнделікті тамаққа қосып жеуге өте таптырмас салаттардың бірі болып табылады. Бізге қажет көкөністер, олар капуста, яғни 40 қабат қажет, сәбіз қажет, болгар бұрышы, қияр қажет, және де аскөк зелендерді пайдалануға болады. Сонымен қатар біздерге оливковый май керек, яғни зәйтүн майы немесе күнбағыс майын пайдалануға болады. Содан кейін тұз және қант қажет. Және де 9% уксус қажет. Менде мұнда капуста 5,5 килограмм. Осы капустаны тек жартысын ғана пайдаланамын салат жасауға. Ең алдымен капустамызды әдемілеп, жұқалап турап аламыз. Осы видеодағы пышақ өте ыңғайлы пышақ болып табылады. Осындай пышақ сатып алсаңыз өкінбейсіз, бұл әрбір қалаларда, базарларда және супермаркет, гипермаркеттерде сатылады. Капустамызды толығымен турап болғаннан кейін, оны үлкен ыдысқа салып, огурцыйымызды жаңағы пышақпен сақтап тураймыз. Дәл видеодағыдай тураймыз. Бұл пышақ өте жіңішке қылып турайды. Қиярымызды турап болғаннан кейін, оны кастрөлдегі капустамызға қосамыз. Енді болгар бұрышын тураймыз. Болгар бұрышын қажетті емес жерлерін алып тастап, орташа көлемде соломкалап турап, капустамыз бен қиярымызға қосамыз. Болгар бұрышын қалаған көлемде де турай беруге болады. Мен мұнда орташа соломкалап турадым және біреуін кубиктап турадым. Туралған болгар бұрышымызды капуста мен қиярға қосамыз. Енді сәбізін дайындауға кірісеміз. Сәбізімізді кореялық сәбіз жасайтын теркадан, яғни үккіштен өткіземіз. Осы үккіштен өткізіп болғаннан кейін пышақпен оны ұзыннан бірнеше бөліктерге бөлеміз. Дәл видеодағыдай. Кореялық үккіштен өтпей қалған сәбізіміздің қалдықтарын жай үккіштің үлкен көзіне өткізіп, капустамызға қосамыз. Барлық ингредиенттерімізді турап алғаннан кейін үлкен ыдысқа салып, үстіне қантымызды, тұзымызды, майымызды және 9% уксусымызды қосамыз. Бар болған жағдайда зелендер қолдануға болады. Яғни укроп, петрушка, кинза, осының барлығын ұсақтап салатымызға қосамыз. Бұнда зәйтүн майын қолдандым мен. Болмаған жағдайда зәйтүн майы, күнбағыс майын да қолдана беруге болады. Бұнда салатымызды қатты қыспаймыз, сықпаймыз, үстінен ауыр зат қойып баспаймыз. Тек қана қолмен жай ғана араластырамыз. Манағы қосқан тұзымыз, қантымыз және май, уксусымыз барлығына біркелкі болу үшін тек қана қолымызбен жай ғана араластырамыз. Қысып сығуға болмайды. Барлығын араластырып болғаннан кейін қақпағын жауып, бөлме температурасында 30 минутқа қойып қоямыз. Міне 30 минут өтті, біздің салатымыз дайын. Өзінің соғы шырыны шықты, яғни. Біз бұл салатты енді контейнерлерге немесе банкіге салып,
тоңазытқышта сақтаймыз, немесе салқын жерге қоюға болады. Мен мұнда контейнерге салдым, себебі тез желініп қалады бұл салат. Мысалға қонақ келгенде қойсаңыз, бұл салаттан ештеме де қалмайды. Менің каналымда тағы да салаттардың рецептері болады. Соны жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.